Қайырлы күн достар, дәмді каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындайтын тағам баклажан по-корейски. Бізге баклажан, морковь, перец, горький перец, чеснок, растительное масло, черный молотый перец, сахар, соевый соус, уксус қажет болады. Салатымызға керекті ингредиенттерді описание бөлімінде жазамын. Алдымен көкөністерімізді жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Осылай видеодағыдай керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Және де осындай ұзын баклажанды екіге бөліп, осындай ұзындықта, осындай мөлшерде соломкалеп тураймыз. Барлық көкөністерімізді соломкалеп тураймыз. Осындай қылып жасасаңыз, піскен кезде тез піседі, шикі болып қалмайды. Одан кейін баклажанға бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Және де оны 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағатқа қойған кезде баклажанымыз тұзы сіңіп, суынан арылып тұрады. Видеодағыдай осылай қолымызға алып, нығыздап сығып аламыз. Менде осындай көлемде суы шықты баклажанның. Содан кейін баклажанға 3 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Оны пешке дайындаймыз. Осылай бірінен кейін бірін салып, туралған баклажандарды 30 минутқа 250 градусқа пісіруге қоямыз. Мінекей осылай орналастырдым. Достар, каналдан өзіңізге керекті рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесте осылай перецті соломкалеп тураймыз. Одан кейін ащы перецті кішкентайлап тураймыз. Одан кейін чеснокты да кішкентай бөліктерге бөліп тураймыз. Чеснок өткізетін құралмен де өткізсеңіздер болады. Одан кейін морковьті осылай корейский салатқа арналған теркіден жақсылап өткізіп аламыз. Одан кейін морковьтың үстіне 1 қасықтай тұз салып, шай қасықпен жақсылап араластырып сығамыз. Одан кейін перецті де дәл солай 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің баклажанымыз пісіп шықты. Осылай сарғайғанша ұстаңыздар. Және де бір үлкен табақ алып, соған көкөністерімізді сала бастаймыз. Баклажан, морковьті, одан кейін перецті. Бұл жерде перецте тоже суы шығады, суын қимай-ақ қойсаңыздар болады. Сақтап туралған чеснокпен ащы бұрышымызды салатқа қосамыз. Одан кейін 1 ас қасықпен сахар, жарты шай қасық ұнтақ бұрыш, және де 3 ас қасық қыздырылған сұйық майымызды салатқа құямыз. Одан кейін 3 ас қасық соевый соус құямыз. Жақсылап араластырамыз салатымызды. Және де банкаларымызға орналастырамыз. Менде көріп отырғаныңыздай шағын ғана шықты, шағын ғана 3 банка шықты. Осылай салатымызды салып, қатты тығыздап саламыз. Содан кейін үстіне жарты қасық уксустан әрқайсысына құйып шығамыз. Одан кейін стерилденген қақпақтарымызды үстіне қойып, жақсылап банкамызды жауып аламыз. Одан кейін 20 минутқа осылай қайнатамыз банканы. Мінекей салатымыз дайын болды. Бәріңізге ас болсын.